Құрметті менің алтын көрермендерім, баршаңызға сәлем. Бүгін осындай құрамы небәрі 2 заттан ғана тұратын, яғни бауыр менен картоптан тұратын тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін бауырды көбейттеп, яғни 4 бұрышты етіп турап аламыз. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қазақша каналға қолдау көрсетіп отырсаңыздар екен. Достар, менің каналымда көбіне қолжетімді, оңай, тез және өте дәмді тексерілген тағамдар ғана әзірленеді. Сондықтан менің каналыма тіркеліңіздер, барлық видеоларды қарап шығыңыздар, ұнаған салаттар болсын, ыстық тағамдар болсын, жасап көріңіздер. Бауырды турап болдық. Оны осындай шұңғыл ыдысқа салып, үстіне сүт құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Бұдан кейін алдын ала суға пісірілген картопымызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Енді картопымызды майға қуырып аламыз. Осылай сәл қызартып қуырып алғандарыңыз дұрыс. Достар, біз өте майлы тамақ жемейтін болғандықтан мен картопты сорғытып алдым. Ал сіздер бірден тарелкаға сала берулеріңізге болады. Мінеки картопымыз қуырылып болды. Ендігі кезекте сүтін бөлек ыдысқа құйып алып, бауырдың өзін ұнға осылай былғап аламыз. Енді бауырды видеода көріп отырғандарыңыздай майға бірден салу үшін осылай ұннан ажыратып аламыз. Бауырды түгелдей осылай қуырып алдым. Енді осындай бір жуа керек болады. Оны жартыға бөліп тураймыз. Одан кейін укропымызды тураймыз. Менде осындай қатырылған укроп. Келесі кезекте жуамыздың үстіне жаңағы укропымызды саламыз. Аздаған қара бұрыш саламыз. Және кептірілген сарымсақ қосамыз. Сөйтіп жуамызды осылай қолмен араластырамыз. Достар, өте дәмді болып шығады, сондықтан міндетті түрде жасаңыздар. Отбасыңыз сіздерге рахмет айтатын болады. Егер рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Енді осы үшеуін біріктіреміз. Осындай ыдыс алып,
бауырымызды саламыз, картобымызды саламыз. Аздаған тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бұл тағамды лавашпен осылай жесеңіздер, тіпті дәмді болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар. Құрметті менің алтын көрермендерім, бүгін сіздерге осындай котлет жасап көрсететін боламын. Осындай жарты килограмм фарш алдым. Және бір жұмыртқа, 1-2 жуа, одан кейін нанның ұнтағы. Жуаны осылай 4 бүріштетіп үлкендеу қылып турап аламыз. Одан кейін блендерге салып, тартып аламыз. Достар, менің каналыма егер тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыз. Ұнаса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сөйтіп қазақша каналға қолдау көрсетіп отырсаңыздар екен. Егер менің каналыма өтсеңіздер, ол жерден басқа да оңай қолжетімді жеңіл рецепттерді көре аласыздар. Мінекей жуамызды турап болдық. Қазір тартып аламыз. Одан кейін міне фаршқа 1 жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін жаңағы тартып алған жуамызды саламыз. Одан кейін 2-2,5 қасықтай тұз салдым. Сосын 1 қасықтай қара бұрыш саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін 4 ас қасық нанның ұнтағын қосамыз. Менде үйде перчатки таусылып қалған екен. Осындай судырмен араластырсаңыздар болады. Енді фаршымызды осылай ұрғылап аламыз. Ол фарштың жақсы бірігуіне көмектеседі. Және котлетімізді осылай сопақ етіп формаға келтірдім. Оны да алақанымызға ұрғылап, фаршты біріктіріп аламыз. Ол котлетіміздің жарылмай пісуіне көмектеседі. Мінекей соңғы котлетімізді жасап аламыз. Одан кейін духовкада 30-40 минуттай пісіреміз. Мінекей котлетіміз де дайын болды. Барлығын тарелкаға салып аламыз. Мен өте қатты күйдірмедім. Бұны диетический деп атауға да болады. Қатты күйіп піспеген.
Құрметті менің алтын көрермендерім, видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, сіздерге алғысым шексіз. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар. Баршаңызға ас болсын.